Құрметті көрермен, бүгінгі сөз ететін тақырыбым құрбан айт кезінде қандай жастағы мал сойылатыны және құрбандыққа қойылатын талаптар туралы. Құрбан айтта қандай жастағы мал сойылады? Құрбан айт мұсылман қауымы үшін қасиетті әрі ұлық мерекелердің бірі. Бұл күндері жағдайы жеткен мұсылмандар Алла разылығы үшін құрбандық шалып, мұқтаж жандарға көмек береді. Құрбан шалу ислам дініндегі маңызды ғибадаттардың бірі. Ол адамды мейірімділікке, қайырымдылыққа және бауырмалдыққа тәрбиелейді. Ислам дінінде құрбандыққа шалынатын малға арнайы талаптар қойылған. Соның ең маңызды шарттарының бірі малдың белгілі жасқа толуы. Өйткені құрбандыққа кез келген мал шалына бермейді. Мал дені сау, кемшіліксіз және жас мөлшеріне сай болуы керек. Ислам шариғаты бойынша құрбандыққа негізінен 4 түлік мал шалынады. Олар қой, ешкі, сиыр және түйе. Әр малдың өзіне белгіленген жасы бар. Қой мен ешкі кемінде 1 жасқа толуы қажет. 1 жасқа толмаған қозы немесе лақ құрбандыққа жарамайды. Алайда кейбір ірі, семіз 6 айлық қозы 1 жастағы қойдай көрінсе, кей ғалымдар оны шалуға болады деген пікір айтқан. Бірақ ең дұрысы толық 1 жасқа толған мал сою. Сиыр құрбандыққа жарамды болу үшін 2 жасқа толуы керек. 2 жасқа жетпеген тайынша немесе бұзау құрбандыққа қабыл болмайды. Себебі исламда малдың жетілген әрі толық өскен болуы маңызды. Ал түйе 5 жасқа толғанда ғана құрбандыққа жарайды. 5 жасқа толмаған жас түйені құрбандыққа шалуға болмайды. Түйе ірі әрі бағалы мал болғандықтан ол көбіне бірнеше адам атынан шалынады. Құрбандық малдың жасы ғана емес, денсаулығы да маңызды. Ислам діні малға мейірімді болуға шақырады. Сондықтан ауру, ақсақ, соқыр немесе өте арық малды құрбандыққа шалуға тыйым салынған. Пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбар құрбандыққа жарамайтын малдар туралы арнайы айтқан. Ол кісі анық соқыр, қатты ауру, анық ақсақ және өте әлсіз малдардың құрбандыққа жарамайтынын ескерткен. Бұл талаптар ислам дінінің тазалық пен жауапкершілікке ерекше мән беретінін көрсетеді. Өйткені мұсылман адам Алла разылығы үшін ең жақсысын ұсынуға тырысуы керек. Құрбан шалудың үлкен тәрбиелік мәні бар. Адам өз малын Алла жолында құрбан ету арқылы сараңдықтан арылып, жомарттыққа үйренеді. Сонымен қатар мұқтаж жандарға көмектесіп, сауапқа кенеледі. Қазіргі таңда көптеген адамдар құрбандық етін жағдайы төмен отбасыларға, жетім балаларға және қарт адамдарға таратады. Бұл қоғамдағы бірлік пен мейірімділікті күшейтеді. Құрбан айт күндері адамдар бір-бірін құттықтап, жақсы тілектер айтады. Ағайын туыс бір-бірінің үйіне барып, реніштерін ұмытып татуласады. Осы арқылы қоғамда татулық пен бауырмалдық нығая түседі. Қазақ халқы да ертеден малдың қадірін білген. Мал халқымыздың берекесі мен ырысының белгісі. Сондықтан қазақ халқы құрбандыққа шалынатын малға ерекше мән берген. Құрбандыққа шалынған малдың еті көбіне 3 бөлікке бөлінеді. 1 бөлігі отбасыға қалдырылады, 2 бөлігі туыстар мен көршілерге беріледі, ал 3 бөлігі мұқтаж адамдарға таратылады. Бұл исламдағы қайырымдылықтың көрінісі. Құрбан айт балалар үшін де қуанышты мереке. Олар жаңа киім киіп, үлкендердің батасын алады. Бұл күндері әр үйде дастархан жайылып, адамдар қуанышпен қарсы алады. Ислам діні адамды тек құлшылыққа ғана емес, жақсы мінезге де тәрбиелейді. Құрбан шалу соның бір дәлелі. Өйткені бұл ғибадат адамды мейірімділікке, сабырлыққа және шүкіршілікке үйретеді. Бүгінде әлемнің көптеген елдерінде құрбан айт кең көлемде аталып өтеді. Адамдар бір-біріне көмектесіп қайырымдылық шараларын ұйымдастырады. Бұл ислам дінінің бейбітшілік пен ізгілікті насихаттайтын дін екенін көрсетеді. Құрбан айт мерекесінің қоғамға берері мол. Бай мен кедейдің арасы жақындап, адамдар бір-біріне қамқор болады. Мұқтаж адамдар қолдау сезінеді. Сондықтан әрбір мұсылман құрбан шалудың шарттарын жақсы білуі керек. Малдың жасы, денсаулығы және құрбан шалудың тәртібі дұрыс орындалса ғана ғибадат қабыл болады. Қорыта айтқанда, құрбан айтта қой мен ешкі 1 жасқа, сиыр 2 жасқа, ал түйе 5 жасқа толған болуы керек. Сонымен қатар мал дені сау және кемшіліксіз болуы қажет. Құрбан айт мейірімділік пен қайырымдылықтың мерекесі. Бұл күндері адамдар бір-біріне жақсылық жасап, қоғамда татулық пен бірлік орнайды.
Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға Құрбан айт мейрамы құтты болсын. Шалынған құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Әр шаңыраққа амандық, береке және молшылық тілеймін. Алла тағала елімізге тыныштық, халқымызға бірлік нәсіп етсін. Әумин.